Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай қалдық маталардан көрпе тігетін боламыз. Постельный комплекттер тіккен кезде осындай артық маталар қалып қалады, соларды жинап қоям. Однотонный матадан көрпенің астыңғы беті осындай болады, ал үстіңгі беті жаңағы қалған маталардан құралған болады. Ол үшін біз матаны осылай бірнеше қабатқа бүктеп, сіздер қайшымен де қиып алсаңыздар болады. Менде осындай 15-15 сызғыш бар. Сонымен басып отырып, ролик пышақпен қиып аламын. Қайшымен де қиып алсаңыздар болады. Үстінен сызып, содан 15-15 етіп, осындай бөлшектер қиып алсаңыз болады. Мынау астындағы коврик, ол мына ролик пышақ жүрсе де оны қимайды. Осылай шетінен қиып ала береміз. Ролик пышақпен қиғаным бір жақсысы, бірнеше қабатты бірден уақыт үнемдеу арқылы осылай тез арада қиып аласыз. Он 15-15 етіп осылай қиып алдық. Сіздер басқа размерден де алсаңыздар болады, 20-20 немесе 25-25. Менің көп маталарым осы 15 сантиметр болғандықтан, биік ұзындығы, сондықтан осылай 15 сантиметрдан қиып аламын. Қалған маталардан осындай бөлшектерді алдын ала дайындап қойғанмын. Енді біз түстеріне байланысты таңдаймыз. Көрпенің асты осындай розовый болғандықтан біз үстіне де соған сәйкесінше маталар таңдаймыз. Үстіне көк басқа түстен болса, кішкене ерсілеу көрінеді, сондықтан осындай ақшыл маталардан таңдаймыз. Маталардың түсі однотонный болғаны жақсы, одан кейін осындай түрлі түсті болса болады, бірақ міндетті түрде ішінде однотонныйлар болған дұрыс. Сонда біздің жаңағы құрағымыз әдемі көрінеді. Мінекей үстіне құрайтын матамызды дайындап алдық. Енді көрпенің ішіне салатын бізде наполнитель синтефонға ұқсайды, бірақ бұл Alpolux деп аталады. 15 миллиметрлік несі қалыңдығы, осыны ішіне салатын боламыз. Енді мінекей бастайық. Алдымен біз түрлі түсті бір мата, бір однотонный матаны оң жағын бір-біріне қаратып, осылай шетінен тігеміз. Лапканың ара қашықтығындай ғана болады. Одан кейін тағы бір мата аламыз. Закрепка ештеңке жасамаймыз. Енді керісінше однотонный мата астында, түрлі түсті мата үстінде болады. Осылай жалғастырып бір тізбекпен тігеміз. Осылай бір тізбекпен тіккен кезде матаның түстері қайталанбау керек. Енді бір-екі жерінде қайталанып қалса ештеңке етпейді, бірақ осылай тігуге тырысыңыздар. Енді міне түрлі түсті мата, бір однотонный мата, осылай кезек-кезегімен тігеміз.
осылай тізбектеп тіге береміз, инені шығармаймыз. Осылай ұзын етіп тігесіздер. Осылай шахматный порядокта болу керек, қайталанбау керек түстері. Осындай бөлшектен 10 штук болу керек. Санап отырасыздар, 1, 2, 3 деп 10 болу керек. Міне бізде 2, 3, 4, 5, енді 5, сонда 10 штук бір тізбекте болу керек. Менің тігетін көрпемнің размері 150-де 220, сондықтан мен осындай тізбектерден 7 штук тігіп аламын. Егер одан кейін өлшемін жетпегенін тағы қосуға болады. Сіздер өз размерлеріңізге санап, сол бойынша тігесіздер. Енді осы жаңағы тізбегімізді ашамыз. Осылай ашып, бір-біріне біріктіреміз. Осылай отырып, шетінен тігесіздер. Келесі бөлшекті де ашып, осылай жаңағыдай етіп тігесіздер. Бұл жерде закрепка жасасаңыз да болады, жасамасаңыз да болады, бірақ жіпті түбінен кеспеңіздер, кішкене ұзындау болып қала берсін. Мінекей осылай қылып тізбектердің барлық бөлшектерін бір-біріне біріктірдік. Осындай тізбектен енді бізге 7 штук тігу керек. Міне 7 данамыз дайын болды. Енді бұларды бір-біріне біріктіреміз. Бір-біріне біріктіру оңай. Осындай суреттеріне қарап, қайталанбайтындай етіп, бір однотонный, бір суреті бар матаны сәйкестендіріп, осылай біріктіреміз. Екі бөлшекті оң жағына бір-біріне қаратып, осылай барлық бөлшекті бір-біріне біріктіреміз. Осы бөлшекке тағы бір бөлшекті, оған тағы бір түсінікті деп ойлаймын. Осылай біріктіріп шығасыздар.
мінекей барлық бөлшектеріміз біріктірілді. Ашқанда міне осындай әдемі болады. Бір жерлерде қайталанып кетіпті, бірақ ештеңе кетпейді. Бір-екі жерде болады ондай. Енді бізге керек мөлшеріміз шықты ма, соны өлшеп аламыз. Бұл жерде маған еніне бір мынандай 15 сантиметр и ұзындығына тағы 2 осындай төртбұрышты бөлшек жетіспейді екен. Соны қазір қосып аламын. Енді керек мөлшер бізге шыққаннан соң, осылай үстіңгі жағынан артық жіптер болса, барлығын қиып алып тастап, осылай үстіңгі жағынан үтіктеп шығамыз. Себебі біздің тіккен тігісіміз бар, соның барлығы қазір ортасына не салып қойғаннан кейін үтіктей алмайсыздар. Сондықтан осылай үтіктеп алыңыздар. Одан кейін осылай оң жақ бетіне қаратып, 1-2 матаны тегістеп аламыз. Бізде ұзындығы бойынша, ені бойынша осылай біріктіріп шығамыз. Ал қалған мата болса, қиып тастаймыз. Жерге немесе үлкен стол болса, соған жайғастырып аласыз. Екеуі бірдей болу керек, ұзындығы да, ені де. Мінекей біз ұзындығы бойынша және ені бойынша осылай шетінен отырып тіктік. Енді артық мата болса, қазір тегістеп, қиып алып тастаймыз. Мінекей бір ұзындығын бір енін тігіп алған соң қайта жайып қараймыз. Міне ұзындығы бойынша да, ені бойынша да артық мата бар екен. Оның барлығын қиып алып тастаймыз. Енді жайып қараймыз. Осы жерден кішкене енді не қалдырамыз. Кейін аударғанда жаңағы біздің тігіп алған матамызды әлі аудармай тұрып, үстіне мына наполнительді қоямыз. Бұл жаңағы альпа-люкс деп аталады. Осыны түзулеп, шетінде артық мөлшерлер болса, қиып тегістеп аламыз. Сосын осындай булавкалармен қозғалып кетпеуі үшін осылай жиі-жиі қалдырамыз. Одан мына жерден ара қашықтық қалдырамыз. Кейін бізге аударуға керек болады. Осылай белгілеп алған соң, жаңағы альпа-люкс жағынан емес, мата жағынан осылай тігесіздер. Шетінен осылай отырып тігесіздер.
барлық жағынан тігіп, тек қана астынан бір 50 сантиметрдай қалдырамыз. Ол жерден біз қазір көрпені аударған кезде сыртынан тігетін боламыз. Мінекей, енді жаңағы қалдырған жерімізден осылай матаны аударамыз. Сосын сол жерді жаңағы тігіп жауып тастаймыз. Осылай аударып шығасыздар. Өте оңай. Неке ашық жерін сыртынан ішке қайтара тігіп тастайсыз, закрепка жасайсыз. Жаңағы наполнительмен бірге альпалюксті ішіне қайтара отырып, осылай шетінен тігіп тастайсыз. Енді көрпенің сыртынан 1 сантиметр асыра отырып басып шығамыз. Сонда көрпеміз дайын болады. Закрепка жасап, шетінен осылай 1 сантиметр асыра тігеміз. Ортасынан да тіксеңіз болады, бірақ мен 1 жылдай қолдандым. Осылай балаларға көрпе тіккенмін. Еш ортасындағы наполнителіміз жиырылып, жыртылып қалған жоқ. Сондықтан осылай шетінен ғана тігемін. Өте әдемі болады. Ортасынан тіксеңіз, жаңағы артынан шов көрінетін болады. Міне асты осындай, үсті осындай көрпеміз дайын болды. Сізге менің парақшам пайдалы болса, лайк басып, комментарий жаза отырыңыз.